Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 24-те 5-ші есеп 9-ші сынып алгебрасы қосу формулаларын қолданып өрнектің мәнін табыңдар дейді. Яғни біз бұл жерде қосу формуласына келтіруіміз керек. Қосу формуласында бізде екі бұрыштың қосындысы болып тұру керек. Бізде синус 180 градус берілген. Ол неге тең? Біз жаза аламыз 105 градусты. 60 градус қосу 45 градус деп. 60-қа 45 қоссақ, бізде 105 градус шығады. Сонда 60 қосу 45 десек, бізде 105 шығады, мәні ешқандай өзгерген жоқ. Және біз ашамыз. Бізде синус альфа плюс бетта болған кезде қалай ашылатын еді? Ол кезде синус 60 градус көбейтілген косинус 45 градус қосылған косинус 60 градус көбейтілген синус 45 градус деп ашылады. Яғни синус альфа косинус бетта қосылған косинус альфа синус бетта. Бізде альфаның орнында 60 тұр, беттаның орнында 45 тұр. Өткен формуламызға сай. Енді мәндерін қоя саламыз. Синус 60 градуста бізде 2-ден түп асты 3-ке тең, косинус 45-те бізде 2-ден түп асты 2-ке тең қосылған, косинус 60-та бізде 2-ден 1-ге тең, және синус 45-те бізде 2-ден түп асты 2-ке тең. Бұл бізде бұл жерде қысқартатын ештеме жоқ. Ортақ көбейткіштерді жақшан шықпен шығара аламыз. Бізде бөлімінде 4 шығып тұр, және алымында түп асты 2 шығып тұр. Яғни біз мынаны ортақ көбейткіш қылып жақшан сыртына шығара аламыз. 2 мен 2-ні көбейтіп 1-ден 4 деп жазамыз да, алымында түп асты 2 дейміз. Қалады бізде біріншісінен түп асты 3 қосылған 1 қалады екен. Келесі бізде косинус 105 градус берді. Дәл біріншісіндегідей бізде косинус 105-ті 60-қа 45 қосам деп жазып аламыз. Немесе 90 қосу 15 десек болады, бірақ ода мәні болмайды. 60 қосу 45 деп жаза берейік. Мұнан қалай ашамыз? Косинус 60 көбейту косинус 45 азайтылған синус 60 көбейтілген синус 45 болады. Мәндерін жазамыз. Косинус 60-та бізде мәні 2-ден 1-ге тең, косинус 45-те 2-ден түп асты 2-ге тең, синус 60-та 2-ден түп асты 3-ке тең, және синус 45-те 2-ден түп асты 2-ге тең. Тағы да қысқарту жоқ, бізде ортақ бөлімге дәл жаңағыдай 4-ден түп асты 2-ні шығара аламыз. 4-ден түп асты 2 қалады 1 минус түп асты 3. Келесі бізде синус 165 градус берді. Синус 165-ті біз 120 қосылған 45 градус деп жазамыз. Яғни бізде кәдімгі мәндері бар градустарға барынша айналдырып алуға тырысамыз. Синус 120-да да 45-те де бізде мәндері болады, синус пен косинустың. Енді мұнан қалай ашамыз? Синус 120 көбейтілген косинус 45 қосылған косинус 120 көбейтілген синус 45. Синус 120-да бізде мәні бар, ол 2-ден түп асты 3-ке тең. Косинус 45-міз 2-ден түп асты 2-ке тең қосылған. Косинус 120-да бізде минус 2-ден 1-ге тең. Және синус 45-те бізде 2-ден түп асты 2-ке тең. Тағы да бізде деген ортақ көбейткіштер бар. Соны жақшан сыртына шығарамыз. 4-ден түп асты 2 қалады бізде мына бірінші бөлшектен түп асты 3. Мында плюс пен минусымыз минусты береді. Екінші бөлшекте бізде тек қана 1 қалады. Келесі бізде косинус 165 градус берген. Ол дегеніміз бізде косинус 120 мен 45 градустың қосындысы. 120-ға 45 қоссақ, бізде 165 шығады. Ал косинус альфа плюс беттамыз бізде қалай шығатын еді? Косинус 120 көбейтілген косинус 45 азайтылған синус 120 көбейтілген синус 45. Мәндерін қоямыз. Косинус 120-да бізде минус 2-ден 1-ге тең, косинус 45-те 2-ден түп асты 2-ге тең. Синус 120-да бізде 2-ден түп асты 3-ге тең, және синус 45-те бізде 2-ден түп асты 2-ге тең. Ортақ көбейткіштерді шығарамыз. Бізде 4-ден түп асты 2. Сонда біріншіде бөлшектен қалады бізде минус 1.
және екінші бөлшекте минус түбір асты 3. Бұл жерде біз минусты жақшаның сыртына шығара аламыз. Минус 4-тен түбір асты 2, жақшаның ішінде қалады 1 плюс түбір асты 3. Себебі минусты жақшаның ішіне кіргізсек, бізде мына плюс 1-іміз минус 1 болады да, плюс түбір асты 3-іміз минус 3 түбір асты 3 болады,